Арма қазағым, 2000 жыл бойы өлі болған иврит тілі 48 жылы Израиль мемлекетінде ресми тілі болып шығады. Қазіргі заманда енді иврит тілінде 9 миллионна аса адам толық сөйлейді, және 7 миллион адам иврит тілін өзінің ана тілі деп санайды. Қалай Израиль осындай деңгейге келді, қалай ол ивритті жандандырды және қандай саясат пен шаралар қолданды иврит тілі толық барлық жерде болу үшін. Біріншімен оны әрине мемлекеттік тіл қылды, содан кейін білім және жүйесі арқылы барлығын таратты. Балабақшадан бастап университетке дейін барлығы иврит тілінде сөйлеу керек еді. Мұғалімдердің барлығын иврит тілінде дайындады. Сонымен алиях деген мына көшіп келіп жатқан жан жақтардан еврейлерге, солардың жолдастарына, бар бала шағаларының барлығы не ұлтпан деген, яғни тіл панасы деген бағдарламаны енгіздіріп, сол бағдарлама арқылы 5-6 айдың ішінде жаңа репатрианттар, қандастар, Израильге келгендер, солар ивритті сол жерде игерген. Сөйтіп, сонымен мемлекеттің барлығы жаңа сот, заң барлығы иврит тілінде шығады. Шетелге шыққан саясаткер, ол барлығы иврит тілінде сөйлейді, ағылшын тілінде, барлығын керемет білетін болса, бірақ ол бұл жерде саясат болады да, ол бәрібір иврит тілінде сөйлейді, яғни иврит тілін қолдағанын көрсету үшін сөйтіп иврит тілінде сөйлейді. Көшелердегі жарнамалардың барлығы иврит тілінде болған 48 жылдан бастап. Сонымен қоса театр, радио, газет, журнал мен интернет, ресми ақпараттар, құралдар барлығы иврит тілінде болады. Театрлар, әдеби шығармалардың барлығы. Естеріңізге сала кетейін, 48 жылы көптеген адамдар негізінде иврит тілінде сөйлей алмаған, білмеген, бірақ ресми бағдарлама, мемлекеттік бағдарламаның арқасында, мемлекет қолдағаны арқасында иврит тілі 2000 жыл өлі болған тіл қайтадан дүниеге келіп, енді осы кезде 7 миллион адам иврит тілін ана тілім деп санайды. Осындай нәрсенің барлығын, осындай бағдарламаны, саясаттың барлығы, Израильдің саясаты Қазақстанға пример болу керек. Аман болыңыздар.